Баршаңызға сәлем достар, бүгін сіздерге балықтан жасалатын сорпаның рецептін ұсынамын. Кастрюлемізге 3,5 литр шамасында суды құйып, газға қоямыз. Оның үстіне балығымызды салып қайнатып аламыз. Кастрюлеміз қайнағанша көкөністерді сақтап турап аламыз. Қажетті мөлшерін барлығын описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Мінекей кастрюльдегі балығымыз қайнады, бетіндегі көбігін алып тастаймыз. Көбігін жақсылап алып болсаңыз, енді үстіне тұз саламыз. Көкөністерімізді мінекей осылай турап алдым. Өз қалауыңызша турасаңыздар болады, әртүрлі пішінге келтіріп. Осы туралған көкөністерімізді қазанға біртіндеп саламыз. Мінекей біздің балық сорпамыз қайнап жатыр. Баяу отта 20-25 минут қайнатамыз. Лавр жапырағы менен 5-6 қара түйір бұрышымызды салып, баяу отта 5 минут қайнатамыз. Содан кейін үстіне сарымсақты саламыз. Сарымсақты салғаннан кейін газдарыңызды сөндіріп, жақсылап араластырып, ыдыстарыңызға құйып ұсынсаңыздар болады. Жасалу жолы өте оңай әрі дәмді. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Замира.